Бастауыш сыныптардағы қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылым және оқу пәні ретінде. Дәрістің жоспары. Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің нысаны, мақсат, міндеттері. Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің мазмұны. Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің басқа ғылым салаларымен байланысы, зерттеу әдістері. Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты. Қазақ тілін оқыту әдістемесі теориясынан студенттерге жүйелі білім беру, сабақ жүргізу әдіс-тәсілдерін меңгерту. Осы мақсатқа жету мынадай міндеттерді көздейді. Қазақ тілін оқытуға байланысты практикалық іскерлік пен дағды қалыптастыруға негіз болатын теориялық және практикалық мағлұматтар беру. Оларды пәннің танымдық, тәрбиелік, дамытушылық мақсаттарын іске асыруға дайындау. Қазақ тілін оқытудың әдіс-тәсілдерін меңгерту. Пәннің нысаны. Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарына сәйкес болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің жоғары педагогикалық құрамдасы ретіндегі қазақ тілін оқыту әдістемесінің мазмұны. Оқу пәнінің өзге ғылым салаларымен байланысы. Әдістеме ғылымы педагогика ғылымымен тығыз байланысты. Педагогика ғылымы дидактика және тәрбие теориясынан құралатыны белгілі. Ал оқу мен тәрбие егіз. Дидактика мен әдістеме ғылымының қарастыратын нысандары бір. Ол оқыту үрдісі. Айырмашылығы дидактика білім беру. Оқыту үрдісін жалпылама қарастырса, әдістеме жеке пәндерді оқыту заңдылықтарын қарастырады. Дидактика педагогиканың маңызды бір бөлігі. Оқытудың жалпы теориясы ретінде қазақ тілі әдістемесінің негізі болып табылады. Әдістеме ғылымы дидактиканың ұстанымдарына, оқытудың әдіс-тәсілдеріне, тексеру формаларына, білімді бағалау нормаларына сүйенеді. Мысалы, оқушыларға ұсынылатын тілдік материалдар ғылым негіздеріне сүйене отырып, жүйелі және бірізді. Материалдың қай бөлігі қай сыныпта өтілуі алдын ала болжанып, саналы түрде берік, тиянақты өмірмен байланыстыра беріледі. Осыған орай әдістеме ғылымы педагогиканың бір саласы ретінде қарастырылады. Әдістеме ғылымы тіл біліммен тікелей байланысты. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттейтін басты нысаны оқушыларға тілді меңгерту болғандықтан, ол алдымен тіл біліміне арқа сүйейді. Өйткені мектепте қазақ тілі пәнінен өтілетін материал тіл білімі ғылымының негізіне белгіленеді. Яғни қазақ тілі пәнінің мектепте оқытылу мазмұнын анықтау әдістеме ғылымының міндеті болса, бұл міндетті шешуде ол тіл білімінің мағлұматтарына негізделеді. Атап айтқанда фонетиканы, лексикологияны, сөз жасамды, морфологияны және синтаксисті оқыту әдістемесі деп аталуының өзі тікелей қазақ тіл білімі салаларының атаулары екені өз-өзінен түсінікті. Әдістеме ғылымы психологиямен тығыз байланысты. Психология оқушының психологиялық ерекшеліктерін сипаттайды. Жоғары нерв жүйесінің қызметі туралы ілімге сүйене отырып, бұл оқытудың әдісі мен тәсілін психологиялық тұрғыда дәлелдеуге көмектеседі. Сөйтіп, қазақ тілін оқытуға байланысты әдістемелік мәселелерді дұрыс түсініп, практика жүзінде шешуге мүмкіндік береді. Оқушының оқу материалын қабылдауы, есінде сақтауы, түсінуі, ойлауының дамуы олардың жан дүниесінің ерекшелігімен байланысты. Осыған орай, мұғалім өзінің әрбір оқушысын, оның психикасын, материалды қабылдау және есінде сақтау дағдыларының дәрежесін білуге жағдай жасайды. Оқушыларды жүйелі зерттейтін әдістермен қаруландырады. Оқушылардың психологиясын білмей тұрып, қазақ тілі әдістемесі ұсынған әдістер мен тәсілдерді тиімді пайдалану мүмкін емес. Материалды игертуде оқушылардың жас ерекшелігін ескеру ең маңызды мәселе. Оқу бағдарламалары да, оқыту үрдісі де осы факторға негізделіп құрылады. Адамның басты ерекшелігі сөйлеу қабілеті. Сөз адам психикасының өмір сүруінің аса маңызды құралы. Өйткені қарым-қатынассыз қоғамда оның қозғаушы күші адамды өмір сүре алмайды. Ал қарым-қатынас тек тіл, оның көрінісі сөз арқылы іске асатыны белгілі. Психологиялық тұрғыдан тілді меңгеру жеке тұлғаның қалыптасуының негізгі шарты. Қазақ тілін меңгертудің заңдылықтары мен әдістемелік ұстанымдары. Ана тілін ұғыну заңдылықтары тіл табиғатының өзінен және оны ұғыну психологиясынан келіп шығады. Бөбек тілді өз өмір сүре бастаған ортадан үйренеді, ал олардың мектепте оқуына байланысты сол табиғи үдеріс онан әрі жалғаса түседі. Сондықтан мектептегі тіл үйрету жұмыстары да үйдегі басталған табиғи үдерістің заңдылықтарына негізделіп жүргізіледі. Ең алдымен тілдің өз табиғатынан басты мынадай заңдылықтар шығады. Бірінші заңдылық. Тілді ұғыну барысында адам фонологиялық, грамматикалық және лексикалық мағыналарды меңгереді.
Балалар ана тілінің фонологиялық мағынасын, әдеби тілдің орфоэпиялық мөлшерін мектепке дейін-ақ меңгере бастайды. Оқушылар сөздің лексикалық мағынасын мектепке дейін меңгереді. Олар мектепке оқуға түскеннен кейін мұғалім балалардың лексикалық қорын кеңейту, қолданылатын сөздердің мағынасын анықтай түсу сияқты жұмыстарды жүйелі түрде жүргізеді. Ана тілінің грамматикалық мағынасымен де балалар мектепке дейін танысады. Мектептің міндеті оқушыларға ана тілінің саналуын, грамматикалық қатынастары мен көріністерін үйретіп, тіл байлықтарын арттыра түсу. Мұғалім бұл міндетті әдістемелік құралдарды дұрыс іріктей алғанда ғана ойдағыдай іске асыра алады. Әдістемелік принцип төмендегідей әдістемелік ережелерді сақтауды талап етеді. Оқушыларды орфоэпиялық дағды қалыптастыру, грамматиканы оқыту барысында логикаға үйрету, қазақ тілі сабақтарын басқа пәндермен байланыстырып, балалардың лексикалық қорын байыту және оларды жүйелі сөйлеуге үйрету. Осы ережеге сай бастауыш мектептер үшін бағдарламалар жасалады, дидактикалық материалдар іріктеледі және оқыту әдістері белгіленеді. Екінші заңдылық. Тілді ұғыну үшін орасан сезімталдық керек. Зерттеушілер мұндай қасиеттің балада тіпті сәби кезден болатынын айтып жүр. Грамматиканы үйрету осы тілдік сезімталдыққа сүйеніп іске асырылады. Бұл принцип төмендегідей әдістемелік ережелерді сақтауды талап етеді. Балалардың бұрыннан білетін сөздерін тәртіпке келтіру. Оқушылар өздеріне белгісіз грамматикалық құбылыстарды бұрыннан таныс құбылыстармен салыстыра алатындай дидактикалық материал іріктеу, тілдік фактілерді жинақтауға негізделген әдістерді кеңінен пайдалану. Үшінші заңдылық. Фонологиялық, грамматикалық және лексикалық мағыналармен қатар мәнерлеп сөйлеу, сезімге бөлене сөйлеуді меңгеру. Мұндағы әдістемелік принцип мәнерлеп сөйлеуге назар аудару. Бұл принципті іске асыруда мына сияқты ережелер сақталады. Тілдің фонологиялық, грамматикалық және лексикалық мағыналарын үйрену барысында сезімге бөлене, мәнерлеп сөйлеудің жолдарын түсіндіріп отыру. Әдебиеттік оқу мен қазақ тілі сабақтарын міндетті түрде байланыстырып отыру. Көркем мәтіндердің тілдерін талдағанда сезімге әсер ететін бөліктерін таңдап алу. Төртінші заңдылық. Жазбаша сөйлеу ауызша сөйлеуді таңбалау жүйесіне аудару ретінде ұғынылады. Сауат ашу кезеңінде баланы жазуға үйретудің бастапқы шағында әуелі оған таныс емес әріптің бұрыннан таныс естіп жүрген дыбысы айтылады. Мұнда тағы бір маңызды мәселе ауызша сөйлеудің жазбаша сөйлеумен салыстырылып тұруы. Мысалы, тыныс белгілерін қоюда дауыс ырғағының рөлі. Сонымен ана тілін оқытуда жазбаша сөйлеудің ауызшамен салыстырылуы мынадай әдістемелік ұстанымға негізделеді. Бұл ұстаным төмендегі ережелерді сақтағанда іске асады. Ауызша сөздегі дыбыстар мен жазғандағы әріптерді салыстырып отыру. Дауыс ырғағы мен тыныс белгісін салыстырып отыру. Ауызша және жазбаша жаттығуларды ұштастыру. Бесінші заңдылық. Фонетикалық, грамматикалық және лексикалық мағыналардың барлығы тіл материясын, яғни тіл таңбаларын, дыбыс, морфема, сөз, дауыс ырғағы және тиісті жазбаша таңбалардың барлығын ұғыну барысында меңгеріледі. Тілді оқушы мазмұны және формасы жағынан, яғни логикалық, грамматикалық жағынан қабылдайды, ал әрбір сөйлемнің грамматикалық ерекшеліктері тілдің көмегімен анықталады. Ендеше тілді оқушы практикалық жағынан белгілі бір тілдік фактілерді тану құралы ретінде де пайдаланады. Мұндай заңдылықтан тілді оқыту ұстанымы келіп шығады. Бұл ұстанымдарды іске асыру ережесі мынадай: көрнекілікті пайдалану, есту құралдарын пайдалану, оқу құралдары, көркем мәтіндер, ғылыми көпшілікке арналған мәтіндер, газеттер, журналдар. Ана тілін үйрену үшін оқушылардың басқа пәндерді оқу барысындағы сөйлеу практикасы пайдаланылады. Алтыншы заңдылық. Тілге үйрену сөйлеу органдарының, жазатын қолдың жаттығулары, қимыл қозғалыстарының тәртіптелуі, дағдының қалыптасуы арқылы ғана іске асады. Мұғалімнің айтқанын естіп, немесе жолдастарының жұмысына қарап қана тіл үйренуге болмайды. Әрбір оқушы өзі оқып, жазып, айтып, түрлі сөздер мен сөз тіркестерін, сөйлемдер құрастырып, сөйлемдерді сан-салаға өзгертіп, өзі әрекет еткенде ғана нәтижеге жетеді. Бұл заңдылықтан сөйлеу органдарымен жазатын қолды жаттықтыру мен ұстанымы келіп шығады. Жетінші заңдылық. Тілге жүйелі түрде сатылап үйрету. Тіл лексика және грамматикалық формалар арқылы дамиды. Екінші жағынан тіл неғұрлым бай болса, тілдік фактілер де соғұрлым тез ұғынылады. Сондықтан оқушыларға алдыңғы үйренгендерін ұмытып қалмайтындай етіп, тілдік материалдарды бірте-бірте көбейтіңкіреп беріп, сөйлегенде қолданылып отыруына жағдай жасалады. Мұнда қайталаудың алатын орны ерекше және бала есінде саналы түрде түсініп сақтау үшін ойлау операцияларын қолдану керек. Салыстыру, анализ, синтез, дерексіз ұғым, жалпылау, нақтылау және индуктивтік
дедуктивтік ой қорытындыларын жасай алатындай болуға тиіс. Тілге жүйелі түрде бірте-бірте үдетіле үйрету заңдылығынан мынадай әдістемелік принцип шығады: ұштастыра оқыту, қайталау, өз бетімен жұмыс істеуді күшейте түсу. Сонымен, бұл ұстанымдарды іске асыру үшін бағдарламаны тиянақты құру, жоспарлы түрде қайталап отыру, жаттығу жұмыстары, оқушыларды ойлау мен сөйлеуге үйретудің тиімді әдіс-тәсілдерін іріктеу сияқты жұмыстар жүзеге асырылады. Сөйтіп, ана тілін меңгерудің заңдылықтары мен оны мектепте оқытудың негізі болып табылады. Ал әдістемелік ұстанымдар осы заңдылықтардан туындайды. Мұндай ұстанымдарға негізделген әдістеме сөз жоқ оқушыларға ана тілін үйрету жұмыстарын жүйелі жүргізуге көмектеседі.